Негізі әлем футбол осындай бір геройларға мұқтаж қазір. Қашанда Месси Роналду кеткен соң ба? Иә, қолдан жасағысы келеді мысалға УЕФА, ФИФА бұл. Холландты тартты, ананы тартты. Иә, ол Холландтың ойыны тартымды емес та бәрібір. Ол момент шешіп кететін адам, гол соғатын адам. Робот қой, иә. Оның ойынын көре алмайсың, скучно. Мынаның ойыны бұл енді бұл футбол адамдарға ұнайды. Алдаса алдай, тепсе тебе. Ямалдың өзі айтыпты ғой. Мен футбол арқылы халыққа ләззат сыйлағым келеді деп. Керемет. Сыйлап жатыр ғой енді. Сол үшін мысалға айтып жатырмын ғой, әлем осындай бір геройларға мұқтаж деп. Сондықтан алтын допты Ямал алып кететін сияқты меніңше. Мен ойымша беру керек. Ол жасында тұрған ештеңе жоқ. Неше Войцех Шеслиға бермейтін болдық па? Кешегіден кейін ол кәдімгі екі пачка парламент шегіп алды. Братан, қоя бер деді ғой, мұнан қарсаң. Жоқ, просто Рафиняға, Ямалға берсең, Левандовскийға обидно да. Неге? Жоқ, енді олай сен футболдан әділеттілік іздесең, сен қазір Златан Ибрагимович те алмаған мысалы. Бұл саған алтын күз номинациясы ма? Жасы келді ұят болады. Алтын күз емес, Жігіт Сұлтан. Алтын күзге номинация жоқ. Жігіт Сұлтанға қатыстың ғой, сені кезінде? Қатысып 4 дүркін чемпионсың. Түрінен көрініп тұр ғой. Ол неше килограмм бұрын? Мектепте 4 Ой, неше жыл бұрын? Неше жыл бұрын қатысып едің? 2009-ларда шығар сол. Сылқылдап тұрған кездер ғой. Сенде 17 жасында сендер не істедіңдер деп сенде айта алады екенсің ғой, иә? Айтасың ғой, бетон. Саған қарасам сен вообще қатыспаған сияқтысың. Оформлениемен айналысқан сияқтысың. Активіз алдың. Түлкібас ауданының мистерімін ғой мен. 2007. Вообще тоқсайық мынау да кетеді қазір. Ой, жетсін. Жоқ, мейт мақтанбаймын. Халық өз бағасын айта алмаймын.